Barşаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен ерекше самса түрімен бөлісетін боламын. Бұл тауық аяқтарынан жасалатын самса. Осындай менде 8 ұштық аяқ бар. Соус қостым. Соевый осындай соус. Тұз, бұрыш, қара бұрыш. Бәрін салып араластырамыз енді. Бірінші соя соусымды құйып алдым. Кішкене тұзы мен бұрышын салып араластырып жатырмын. Полный соусымды құйдым. Мұнда 3 ас қасық соевый соус бар. Тұз, жарты чайная ложка и қара бұрыш. Осылай бәрін полный араластырып алдым. Енді барлық жеріне тегіздім. Енді бетін жауып бір жарты сағат қойып қоямыз. Қамырын дайындаймыз. Қамырын дайындауға су, бір жұмыртқа, тұз салып, қамырымызды илеміз онымен. Қамырымыз қатты болмау керек. Қолға жабысатындай да жұмсақ болмау керек. Қамырды енді илеміз. Жұмыртқамызды суға араластырып аламыз. Менде бір пиала су болды, бір жұмыртқа, тұз, ұн. Осылай ұнымызды суға салып, қамыр илеп аламыз тесті. Ашпаймын дедім. Мінекей, біздің қамырымыз дайын. Енді бір 20 минут қауып қоямыз. Үйі қанғанша. Енді міне қамырымыз 20 минуттан кейін осылай болып шығады. 2 бөлікке бөлеміз. Жаямыз енді осылай. Осылай жайып аламыз. Үлкен қылып. Енді арасына үй температурада тұрған сары майды бір тегіз полный барлық жеріне тегізіп жағамыз. Бірін үстіне қойып, қамырымызды осылай қойып аламыз. Енді осылай 8 ұштыққа бөлдім, міне, қамырымды. Енді жаямыз. Песочный тесто шығады бұл жерде де. Тестамыз май жаққаннан кейін қытырлап та өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, YouTube каналыма подписация етіп қойыңыздар. Сіздермен болған мен Динара. Енді осылай мен қолдың жұмыртқасының тек сарысын ғана жағып жатырмын. Сол себепті мұнда сап-сары болып тұр. Және де күнжіт септім. Енді печкада пісіремін. Өте дәмді шықты.